Жаңарған өңір газетінің 5-ші саны 100-ден жүйрік Жандарбек атты мақаланы қаһарман Зейнуллин ағам жазған екен. Оқып көрейік. Ақпанның алғашқы апталарында ауылда халқымыздың ақиық ақынның құрметіне мұқағали оқуларын өткізу жолға қойылған үрдіс. Мұқағали оқулары аудамыздағы таланттардың арқау жарқ етіп көрінуіне мүмкіндік беретін байқаулардың бірі болуымен құнды. Өткен жылдары осы байқау арқылы облысқа жолдама алған жерлестеріміз жүлдеге қол жеткізіп танымалдыққа ие болды. Биыл да қардың қалың түсіп күннің ерек суытқанына қарамастан үміткерлердің көбі келіп алып ақынды қаншалықты танитынын қазылар алдына жайып салды. Қазылар дейтін себебіміз де бар. Арқыраған аяз кең жерде өткізуге мұрша бермеген соң шағын бөлмеде өткен байқауға жылдағыдай қалың көрермен кіре алмады. Десе де бұл байрақты бәсекенің бәсін түсірмеді деп анық айта аламыз. Қатысушылардың көбі ел алдына енді шыққан дарынды ұл-қыздар болса, бірнеше мүшәйраларда жүлдеге қол жеткізіп жүрген жас ақындар еді. Күткенде негізі тартыс осы жас ақындар арасында өрбіді. Нәтижесінде нөмір 3 қазақ мектебінің 10-шы сынып оқушысы Мөлдір Латифовадан бір ұпай артық жинаған Жаңқала орта мектебінің оқушысы Жандарбек Жұмағұлов бас жүлдеге ие болды. Ал екінші орынды болашағына үміт күттіріп жүрген жас қаламгерлеріміз Алина Кенжеғалиева мен Меңдібек Лұқпанов еншіледі. Қазылар алқасының шешімімен 3-ші орынға Мәжит орта мектебінің оқушысы Ақбала Әзімғалиева лайық деп табылды. Мұқағали оқуларының облыстық кезеңіне барған ауданымыздың үміткері Жандарбек Жұмағұлов жерлестерін жерге қаратпай 2-ші орынмен оралды. Жаттауға тиістелген ақынның қос поэмасын оқудан мүдірмеген жерлесіміздің ақын атасына арнаған мұңдасу өлеңі де қазылар тарапынан жоғары бағаланды.